Кеден одағына өзге мемлекеттер енуге ниет білдіріп отыр. Бүгін Армения Республикасын кеден одағына қосу жөніндегі жұмыс тобы құрылды. Бұл туралы Мәскеуде өткен Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысында белгілі болды. Кеңеске Украина, Қырғызстан және Армения мемлекеттерінің өкілдері қатысты. Қазақстан Республикасы үкіметі басшысының бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаевтың төрағалығымен өткен отырыста кедендік одақты және бірыңғай экономикалық кеңістікті одан әрі дамыту мәселелері талқыланды. Атап айтатын болсақ, ортақ электр нарығын құру, өзге мемлекеттермен сауданы дамыту мәселелерімен қатар, бірыңғай кедендік тарифтердің аясында импорттық баж салықтарын электр қозғалтқышы және моторлы көлік құралдарына және конденсаторларға қолдану мәселелері қызу талқыға түсті. Сондай-ақ Бақытжан Сағынтаев 2 жылдан бері Қырғызстанның кеден одағына қосылу жөніндегі жол картасының бекітілгені туралы мәлімдеді. Бүгінгі біздің кеңестің шешімімен осы жұмыс тобы құрылып, енді осы жұмыс тобына алдағы уақытта Арменияның кедендік одақпенен бірыңғай экономикалық кеңістікке кіру мәселесі жөніндегі жол картасын дайындау жұмысы тапсырылды. Екінші мәселе, 2011 жылдың соңынан бері тура осындай жағдаймен Қырғызстанның кедендік одаққа қосылуы жөніндегі ұсынысын қарау бойынша жұмыс тобы құрылған болатын. Осы жол картасы қазір бекітілді. Келесі болатын мемлекет басшыларының кездесуінде осы жол картасы қарауға ұсынылатын болады.